Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен баклажаннан өте дәмді шығатын рулеттер жасайтын боламыз. Қазір баклажанның сезоны, міндетті түрде осы рулетті жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Рулетті жасау үшін бізге 3 баклажан қажет болады. Баклажандарды осылай видеода көрсетілгендей жұқалау етіп ұзыншалап кесіп шығамыз. Туралған баклажандарды кеңге ыдысқа салып, үстінен тұз сеуіп 20 минутқа қалдырамыз. Бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып салып, жақсылап араластырамыз. Екінші ыдысқа 4-5 ас қасықтай кептірілген нан ұнтағын саламыз. Үшінші ыдысымызға 3-4 ас қасық жүгері крахмалын саламыз. Баклажандардың үстіне тұз сеуіп 20 минутқа қалдырғаннан кейін үстіне салқын су құйып жақсылап жуып аламыз. Баклажандарымызды қағаз салфеткамен немесе қағаз салфетка болмаса майлықпен жақсылап кептіріп сүртіп аламыз. Кептіріп алған баклажандарымызды ең алдымен жүгері крахмалына 2 жағын жақсылап аунатамыз. Одан кейін жұмыртқаға батырамыз. Ең соңында кептірілген нан ұнтағына жақсылап аунатып шығамыз. Қызып тұрған майға баклажандарымызды 2 жағын сарғыш түске енгенше орташа отта қуырып аламыз. Рулеттің ортасына помидорларды тураймыз. Помидорды қатты майда жіңішке етіп турап жібермеңіздер. Осылай видеода көрсетілгендей ірілеу етіп тураңыздар, себебі майда болып кетсе рулеттің ортасынан дәмі білінбей қалады. Рулеттің ортасына мен майонез қолданатын боламын. Майонездің орнына қаймақты қолданса да болады. Майонезге майдалап туралынған немесе майда үккіштен өткізілген сарымсақты саламыз. Ас көктен мен укроп пен петрушканы салатын боламын. Баклажанның үстіне сарымсақ қосып дайындаған майонезімізді барлық жеріне бір келкі етіп жағып шығамыз. Помидорды салып видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Дастарханға ұсынар кезде салат жапырақтарын осылай тарелкаға салып қойса да болады.
тіпті осы салат жапырақтарын баклажанның ортасына помидормен бірге орап жіберсеңіздер де болады, өте дәмді шығады. Осымен біздің баклажаннан жасалған рулеттеріміз дайын, жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.